Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз ромбтың ауданын тақырыбын қарастыратын боламыз. Ромб дегеніміз не? Ромб дегеніміз барлық қабырғалары тең параллелограмм болып табылады. Енді ромбтың қасиеттеріне тоқталатын болсақ, ромбтың барлық қабырғалары өзара тең, яғни АБ қабырғасы, БС қабырғасы, СД қабырғасы, АД қабырғасы өзара тең болып табылады. Ромбтағы қарама-қарсы бұрыштар да тең, яғни А бұрышына С бұрышы тең, Б бұрышына Д бұрышы тең. Осы ромбты бөлетін диагоналдар қиылысу нүктесінде осы ромбты қақ бөлетін болады. Енді ромбтың ауданын табатын формулаларға тоқталатын болсақ, егер де бізде берілген есепте диагоналдары берілетін болса, онда біз ромбтың S тең 2-ден 1, d1 көбейтілген d2 формуласын қолданатын боламыз. Яғни диагоналдарын бір-біріне көбейтіп 2-ге бөлеміз. Ал бізде ромбта қабырғасы және де биіктігі белгілі болатын болса, онда бізде S тең А көбейтілген H формуласын қолданамыз. Ал егер де бізде ромбта бұрышы және қабырғасы белгілі болатын болса, онда бізде S тең А квадрат синус альфа формуласын қолданатын боламыз. Енді осы ауданды табу формулаларына есептер қарастырайық. Ең бірінші бізде ромбтың диагоналдарының қатынасы 3-4-ке тең. Ромбтың диагоналдарының қатынасы ромбтың диагоналдарының қатынасы 3/4. Егер ромбтың ауданы 96 см квадрат болатын болса, онда оның диагоналдарын табыңдар деген. Яғни бізде енді осы ромбтың ауданын тақырыбына мысал есептер қарастырайық. Ең бірінші мысал ромбтың диагоналдарының қатынасы 3/4-ке тең. Егер ромбтың ауданы 96 см квадрат болатын болса, онда бізде диагоналды табуымыз керек. Яғни бізде d1 мен d2-нің қатынасы бізде 3 пен 4-нің қатынасына тең деп тұр. Яғни бізде d1 3x, d2 4x деген сөз. Бізде ромбтың диагоналдары арқылы ауданын табатын формуламыз 2-ден 1, d1 көбейтілген d2 еді. Яғни бізде осы d1 мен d2-ні және де ауданды орнына қоятын боламыз. Сол кезде бізде ауданның орнында 96, 2-ден 1 көбейтілген 3x көбейтілген 4x. Яғни бізде 96 12x квадрат бөлінген 2. Яғни ары қарай 96 тең 6x квадрат. 96-ны 6-ға бөлетін болсақ, бізде 16 шығады. 16x квадрат. Сонда бізде x-іміз плюс минус 4. Минусты алмаймыз, біз плюсты ғана алатын боламыз. Сол кезде бізде диагоналымыз 3, бірінші диагоналымыз 12, ал екінші диагоналымыз 16 екен. Сонда жауабы бірінші диагоналымыз 12 см, екінші диагоналымыз 16 см деген сөз. Келесі мысалды қарастыратын болсақ, ромбтың қабырғасы 10 см, ал оның бір диагоналы 16 см. Ромбтың ауданын табыңдар деген. Ең әуелі біз ромбтың суретін саламыз. Енді бізде қабырғасы 10 см, яғни АВ 10, БС 10, СД 10, яғни барлық қабырғасы 10 деген сөз. Енді ромбтың бір диагоналы 16 см дейді. Яғни бізде А, яғни қабырғасы 10 см, АС, яғни бір диагоналы d1 тең 16 см. Бізде дәл ортасын екі диагоналдың қиылысу нүктесін О деп алсақ, онда бізде АО асы бөлінген 2, сонда 8 см деген сөз. Енді бізде АО 8 см, АД 10 см. Біздегі екінші диагоналды тауып
осы ромбтың ауданын табуға болады. Яғни бізде Пифагор мына жердегі көріп тұрған үшбұрышымызды, осы үшбұрышымыз үшін біз Пифагор теоремасын қолданатын болсақ, бізде АД квадрат тең болады АО квадрат қосылған ОД квадрат. Яғни бізде АД квадраттың орнында бізде 10-ның квадраты тең АО квадрат 8-дің квадраты қосылған ОД квадрат. Сонда бізде 100 тең 64 қосылған ОД квадрат. Сонда бізде 36 тең ОД квадрат. ОД-ны табатын болсақ, 36-ны түбір астына аламыз. Сонда бізде ОД-мыз 6 сантиметр болады. Сонда бізде мұндағы ОД 6 сантиметр болса, біздегі ВД диагоналымыз, ВД D2 диагоналымыз ОД-ны көбейтеміз 2-ге. Сонда D2-міз 12 сантиметр. Енді бізде D2 бар, D1 бар. Енді біз осы ромбтың ауданын табатын боламыз. Ромбтың ауданын табатын формула бізде S тең 2-ден 1 D1 көбейтілген D2. Енді бізде ромбтың ауданын табатын формуламыз S тең 2-ден 1 D1 көбейтілген D2. Яғни біздегі D1 мен D2 белгілі, сонда бізде 2-ден 1 12 көбейтілген 16. Сонда бізде S тең 96 сантиметр квадрат шығады. Келесі үшінші мысал, ромбтың қабырғасы 10 см, бұрыштардың бірі 60 градус, ромбтың ауданын табыңдар деген. Бізде ромбтың бір бұрыш белгілі болатын болса, онда біздегі бұрыш арқылы табатын формуламыз А квадрат, S тең А квадрат көбейтілген синус альфа. Біздегі А 10-ға тең 10-ның квадраты көбейтілген синус 60 градус. Синус 60 градуста бізде түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Сонда бізде 50 түбір асты 3 сантиметр квадрат шығады. Сонымен видео пайдалы болды деген ойдамын. Келесі кездескенше.